Біріншіден барша қазақстандықтарына Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 25 жылдығымен құттықтаймын. Және осы тәуелсіздіктің 25 жылдығы қарсаңында құрылғанына 10 жыл толып отқан қазтестің еңбекқор ұжымын 10 жылдықтарымен құттықтаймын. Өздеріңіз білесіздер, қазтест құрылған кезде қалай еді, 10 жылдан кейінгі қазір талай белесті бағындырып отыр. Мысалға мен өзім келіп отқан Жамбыл облысы туралы айтатын болсам, қазір Жамбыл облысында қазтест туралы білмейтін мемлекеттік қызметкер немесе бюджеттік салада қызметкер бар десе, мен сенбеймін. Қазтест туралы қазір барлық жер біледі, таныс. Оның ішінде 11 мыңға жуық адам Жамбыл облысы бойынша осы 10 жылдың көлемінде қазтест тапсырып үлгерді, диагностикалық тестілеуден өткен. Ал енді бүгінгі семинарға тоқталатын болсақ, әрине бұл семинардан біз көптеген жаңалықтар біліп жатырмыз, көптеген сүйінші сұрайтындай жаңалықтарды естіп жатырмыз. Ұлттық стандарттың бекітілуі, одан соң бір үлгі бағдарламаның жасалынуы және А1, А2 деңгейіндегі сол бір үлгі бағдарлама мен ұлттық стандартқа сәйкестігін жасалынған оқулықтың бүгін тұсаукесерін көріп отырмыз. Оның үстіне білікті мамандардан дәріс тыңдап, болашақта осы өзге тілді азаматтарға мемлекеттік тілді меңгерту барысында қажет болатын көптеген әдістемелік көмектер алдық.